Видео тақырыбы жөтел, оның түрлері және жөтелдің емі қандай. Видео қызық болса, каналға жазылыңыз. Жөтел дегеніміз бұл тыныс жолдарының қабынуынан ішінде патологиялық секрет пайда болғанда немесе тыныс жолдарына бөгде зат түскен кезде организмді жаңа бронх соны сыртқа шығаруға әрекет жасайтын қорғаныш рефлексі. Адам жөтелу арқылы бронхта тұрған бөгде заттар сыртқа шығаруға әрекет жасайды. Жөтелдің жіктелуі ағымы бойынша жедел 2 аптаға дейін, ал созылмалы 4 апта бойы сақталған жөтелді айтамыз. Ал түрлеріне қарай құрғақ, ылғалды, үрмелі және ұстамалы деп жіктеледі. Жөтел кезінде дифдиагностика жасау үшін физикалық тексеру, өкпе аускультациясы, аспаптық зерттеулердің рентген, ал тыныс алу функциясын тексеру спирография жасалады. Ал ең негізгі әдіс бұл науқасты көзбен көріп және науқасты сұрастыру. Сұрастыру кезінде жөтел қашан пайда болды, қай кезде күшейеді, неден кейін басылады, соларды анықтап алу. Бұл ұстамалы жөтел. Бұл кезде жөтел приступ тәрізді болады және өзіне тән спазммен қосылған дауыс естіледі арасында және жөтел құсумен аяқталады. Бұл жөтел көбінесе көкжөтел, яғни коклюш кезінде, аденовирус инфекция және парагрипп кезінде жиі кездеседі. Келесі құрғақ жөтел. Құрғақ жөтел фарингит кезінде, яғни жұтқыншақ қабынған кезде шырышты қабаты тітіркеніп, құрғақ жөтел пайда болады. Сонымен қатар құрғақ жөтел басқа жүрек ауруларында және зоб ауруы кезінде және кеуде қуысының ісікті аурулар кезінде пайда болуы мүмкін. Келесі ылғалды жөтел. Ылғалды жөтел бронх жолдарында қақырықтың бар екенін білдіреді және жөтел соңында қақырық шығады. Бұндай жөтел көбінесе бронхит кезінде болады. Жөтелдің келесі түрі үрмелі жөтел. Бұны лающий кашель деп айтады. Бұл жөтел дауыс байламдардың қабынуына байланысты дамиды. Ларингит, ларингоспазм және көмей туберкулезі кезінде болады. ОРВИ кезіндегі жөтел постназальный затек және фарингитке байланысты пайда болады. Алғаш күндері жөтел құрғақ, одан кейін ылғалдыға айналады. Постназальный затек дегеніміз бұл суретте көрсетілгендей, балада ОРВИмен ауырып жатқан кезде мұрында өндірілген маңқа мұрын артымен өтіп, жұтқыншақты тітіркендіреді және балада жөтел пайда болады. Бұл көбінесе балада жатқан кезде және түнде күшейеді. Фарингит кезіндегі жөтел жұтқыншақтың шырышты қабаты қабынуына байланысты пайда болады және жұтылған кезде қатты ауырсыну болады. Бронхит кезінде жөтел ылғалды болады және бронхитті 90% жағдайда вирусты инфекцияның әсерінен пайда болады. Жөтелдің емі. Ең бірінші жөтелді тудырып тұрған ауруды емдейміз. Жөтелді емдеу кезіндегі ең негізгі ережелер. Біріншісі үйдің температурасы және ылғалдылығын қадағалау. Үйдің температурасы 23 градустан аспау керек, ал ылғалдылық 50 және 70% аралығында болу керек. Егер баланың немесе ауырып жатқан адамның жағдайы жақсы болса, онда таза ауада серуендеу керек. Және егер бала ауырып жатқан болса, онда баланың белсенді ойнауына кедергі келтірмеу керек. Себебі бала жүгіріп ойнаған кезде өкпедегі бронхтағы қақырықтың шығуына оңай болады. Сұйықтықты көп ішу, жатқан кезде басты жоғары етіп жатқызу, мұрынды үнемі тазалап отыру, сүтке немесе суға бал араластырып 2-3 реттен ішу және балаларда ылғалды жөтел кезінде дренажды массаж жасау. Бронхит кезінде антибиотик тағайындалмайды, себебі бронхитті 90% жағдайда вирусты инфекция тудырады. Одан кейін пневмонияның алдын алу үшін профилактикалық түрде антибиотик ішудің қажеті жоқ. Жөтел кезінде жасауға болмайды. 8 жастан кіші балаларға муколитиктер беру. Бұлар муколитиктер қақырықты сұйылтатын қасиеті бар. Сондықтан бронхтағы қақырықты одан сайын көбейтеді және ол балалар оны қақырып шығара алмайды. Ал балалардың бронх жолы тар болады. Соған байланысты қалып кеткен қақырықтың әсерінен бактерия көбейіп, пневмония даму қаупі бар. Жөтел кезіндегі қауіпті белгілер. Егер жөтел приступ тәрізді болса, ОРВИ белгілерінсіз бірден жөтел басталса, бала дем алып шығарған кезде бұлшықеттері ішке тартылса, бұл кезде міндетті түрде больницаға бару керек. Себебі приступ тәрізді жөтел көбінесе коклюш ауруы кезінде пайда болады. Бұны халық тілінде 100 күндік жөтел деп айтады.
Ол балаларда өте қауіпті ауру. Ешқандай симптомдарсыз бірден жөтелдің басталуы бұл тыныс жолына бөгде заттың кетіп қалғанын білдіреді. Мысалы, тағам қалдықтары немесе майда ұсақ заттар. Ал дем алғанда қабырға бұлшықеттерінің ішке кіруі бұл обструкцияны білдіреді. Обструкция деп бронхтың ішінде шырышты қабаты қабынып, ішінің тарылуын айтамыз, және ішінде қақырық жиналады, сыртынан бұлшықеттері спазм болады, және адам тыныс алуға қиналады. Бұл обструктивті бронхиттің белгісі немесе пневмония болуы мүмкін. Бұл кезде ем міндетті түрде стационарлы жағдайда жүргізіледі. Қорытындылай келе, жөтелдің емі постназальный зачок болса мұрынды үнемі шайып отыру, фарингит кезінде тамақты шаю, бронхит кезінде муколитиктер беру үлкен адамдарға, ал обструкция кезінде ингаляция жасау. Ингаляция туралы каналымда видео бар. Видео ұнаған болса лайк басып достарыңызбен бөлісіңіз.